Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Жаңа Қазақстан өзінің кезекті түсірілімін бастады. Бүгінгі тақырыбымызды менің ойымша тағы да коронавирустан бастауға тура келеді. Жағдай шындығында да қиындап жатыр. Менің ойымша осы уақытқа дейін кейбіреулер бұның бәрі өтірік, бұның бәрі бір әлемдік бір мафияның жасап жатқан ісі, бұның бәрі биліктің жасап жатқан бір халыққа жасап жатқан қысымы, тағы басқа деген сияқты алып қашты әңгімелерді айтып отыр. Менің ойымша туған туысқандарымыз, жора жолдастарымыз шындығында да көпшілігі жаппай ауруға ұшырай бастады. Сондықтан менің ойымша осы ақымақ бір әңгімені тоқтататын доғаратын уақыт жеткен сияқты. Қазір тағы да 2 апталық жариялап отыр. Менің ойымша бұл да жетімсіз болады да, әңгіме осы 2 аптаның ішінде тағы да біз өзіміздің ойланып бұл мәселені, әрқайсымыз өзімізді сақтау, бүкіл бала шағамызды, бүкіл халықты сақтау екенін түсінетін деңгейге уақытымыз жетті. Сондықтан осыны ұмытпайық. Дегенмен біз өзіміздің бүгінгі мәселемізді дәл осындай қиын жағдайда Астананың тойын тойлайын деп жатқан біздің билік туралы, олардың не ойлағаны бар? Олардың көтеріп жатқан мәселесі бірді, екінші той мәселесін оған қосып отырғанына не жағдай алып келді, бұған қандай біз ой пікір айта аламыз дегенмен бастаған әңгімені. Жігіттер, сіздердің ойларыңыз қалай? Меніңше 6 шілде Астана күні деп о бастан жасалғаны, ол сол жасанды саяси конъюнктураға сүйенген, яғни сол кездегі президент бір адамның көңілін табу, сол жеке басқа табыну элементтері бар мейрам ғой. Оның ар жағында Астана жатса да, естеріңізде болса, талай шетелдің делегациялары келгенде де сондай мысқылдап, ирониялап, кімнің туған күні екені белгілі ғой деген бір шетел адамдар айтты. Сондықтан меніңше бұл жерде мәселені тігінен қою керек. Кеше олда бері қаланың әкімшілігінің бір жоспарлары жарияланып, оның артынан олар düzelткендей болып, офлайн емес, онлайн болады деген телелерді айтты. Меніңше осы заманның өзі қазіргі халықтың азып тозып шаршаған, ашулы, наразы кезіндегі бұл мерекеге саяси баға берілу керек қой, түсінікті. Енді ол кісі бар кезде бұл мейрамға қарсы шығып, немесе бұны жоққа шығаратын бірде-бір керек десеңіз президентте бірде-бір шенеунік табылмайды. Сондықтан меніңше бұл күн Астана күні деп аталғанымен, жалпы Нұрсұлтан Назарбаевтың осы 30 жыл бойынан, 30 жылдан астам Қазақстан секілді бай, жер қойнауы бай, бірақ халқы кедей өмір сүретін мемлекетке жасаған басшылығының плюсы мен минусіне тоқталатын жағдайды айту керек сияқты. Оның ешкім біздің қазір оған тыйым сала алмайды. Қоғам оны ашықтан ашық айтып жатыр. Нұрсұлтан Назарбаевқа берілген бағаның ішінде оны кезіндегі пайғамбарға теңеп, ұлы адамға теңеулермен бірге қазіргі мына наразылық пен ашудың температурасы сезіледі. Сондықтан меніңше объективті қарау керек, сөз жоқ. 30 жылдың ішінде қазақ елі тоқтап қалған жоқ, өркениетпен бірге дамуға тырысты. Бірақ егер де бізде әділетті, шыншыл, демократиялық қоғам болғанда, бізде билік ауысып тұрғанда, бізде президент қана емес, парламент, үкімет, сот жүйелері ауысып тұрған кезде бәлкім біздің табыстары бұдан да көп еселеп санар едік. Сондықтан меніңше осы Астана күнінің астарындағы саяси астарды халық түсініп жатыр, біліп жатыр. Енді осыны биліктің өзі сезіну керек деп ойлаймын. Мысалы, өз басым бүгін міне ақпарат жарияланды, ескерткіш ашылды деп. Дәл қазір Қазақстанда қой үстіне бозторғай жұмыртқалаған заман болғанның өзінде дәл қазір халықтың ашынған кезінде сондай жеке басқа табыну, көзі тірі адамға ескерткіш орнату өзі бір сол наразылықты одан сайын еселетіп, одан сайын көбейтіп жатыр. Енді Дос аға, Әбеке, сіздердің айтқан ойларыңызбен келісемін. Енді бір жағдай коронавирусқа байланысты және осы коронавирус, карантинге қатысты сақтану шаралары, той томалақтан бас тартуымыз керек, әлеуметтік арақашықтықты сақтау керек дегендей мәселелер көтеріліп жатқанда бір жағынан, екінші жағынан жаңағыдай тәртіптен тыс өздері
орнатқан ережелерге жатпайтын осындай бастамалар меніңше бұл асығыстық дұрыс шешім деп санамаймын, иә. Оның үстіне енді қазір қоғамдық пікірді қарап отырмыз, әлеуметтік желілердегі комментарийлер, қоғамның басым бөлігі бұл шешімді оң қабылдап отырған жоқ. Керісінше жаңағыдай сынау, мінеу сияқты мәселелер, және бұның барлығы негізді менің ойымша, және жалпы жаңағыдай орындары өздері карантин сақтауға, соны бұлжытпай орындауға, оны орындамайтындарға айыппұл салып отырғанда, меніңше осы үлгіні өздерінен бастау керек сияқты, иә. Себебі дәл осындай шешімдер арқылы меніңше мемлекеттік басқару жүйесінің өзіне ең алдымен абыройына нұқсан келіп отыр. Орысша айтқанда медвежья услуга, иә. Тіпті мынау тойды тойламай қоятын болса, одан кім ұтылар еді, одан кім жеңілер еді? Меніңше дәл осындай жағдайда бұл асығыстық деп санаймын. Енді әрине барлығымызды да мазалап алаңдатып отырған тақырып соңғы айлардағы бұл әлбетте коронавирус. Өкінішке орай мамырдың 11-інде осы карантиннің шектеулері алып тасталған болатын. Менің ойымша асығыс қабылданған шешім болды. Бұны мойындау керек. Содан бері мінекей 1,5-2 айдың ішінде бұл індет асқынып кетті, шектен шықты, жағдай өте мүшкіл. Қазір мынау ресми жаңалықтардың динамикасына қарап отыратын болсақ, оның өзіне төбе шашып тұрады. Ал енді мынау туысқандарымен, жақындарымен араласқанда олардың жағдайын естігенде мүлде жағдайдың өте ауыр екені түсінікті. Оның үстіне 5 шілдеден бастап қазір қайта 2 аптаға карантин енгіземіз деген шешім қабылданып отыр. Бәлкім 2 аптамен бұл шектелмейтін де шығар, ұзаққа баратын түрі бар. Сондықтан әрине көп жауапкершілік билік орындарында, олардың кәсіби деңгейінде, жаңа тағайындалған министрлердің кәсіби деңгейінде, жауапкершілігінде, белгілі бір дәрежеде меніңше жауапкершілік қоғамның өзінде әлі де бір немқұрайлық, әлі де бір селқостық бар сияқты осы коронавирусқа көзқарас тұрғысынан. Сондықтан сақтану мәселесін меніңше әркім, әр отбасы өзінен бастағаны өте маңызды. Ал билік орындарына тоқталатын болсақ, меніңше негізгі бір проблемаларымыздың бірі бұл ақпараттың жетіспеуі. Билік тарапынан, құзыретті мекемелердің тарапынан қазір халық алаңдап абдырап отыр, не істерін білмей. Көптеген ақпарат жетіспей жатыр. Горячий линиялары бола ма, жедел жәрдемнің қолжетімсіздігі, ауруханалардағы орындардың жетіспеуі, қандай дәрілермен емделу керектігін білмей отырғанда, меніңше ең негізгі қазір қажеттілік бұл осы ақпаратты жеткізу, жақсы статистиканы, дұрыс ақыл кеңестерді уақыт өткен сайын беріп отыру. Менің ойымша тікелей эфирде, теледидар арқылы, интернет арқылы, бұл қазіргі өркениетті мемлекеттер дейміз ғой, солардағы өте кең ауқымда пайдаланылып отырған практика. Министрлері, губернаторлары өстіп шығып, дәрігерлері дұрыс жаңағыдай сұрақтарына жауап беріп отырғандығы. Осы меніңше үлкен бір олқылығымыз. Әлі де мысалы күн ара әкімдердің, әкім орынбасарларының, министрлерінің осылай тікелей эфирға шығып, қалай болып жатыр жағдай, не істеу керек, осы тығырықтан қалай шығу керек, оңтайлы жолдары қандай, тәртіптері қандай, жеңілдіктері қандай. Меніңше осы мәселеде әлі де көп ақпарат жетіспей отыр, үлкен олқылықтың бірі осы. Бұлайда енді билік күлтелендіріп, сылап сипап, оны біз Астананың тойын біз былайғы өткіземіз, әрқайсымыз жаңағы үйде отырамыз деген сияқты нәрсені айтып жатыр да. Шындығында менің есіме Сократтың сөзі түседі. Өзінің қабылдаған заңын жүзеге асырмаған мемлекеттің болашағы жоқ деген. Біз егер коронавируске байланысты осындай қатаң заң қабылдасақ, және тағы бір 2 айдан кейін есіміз жиып, адамдар қырылып жатқанда одан да қатты заң қабылдауға тура келіп отырған уақытта, жаназа шығарудың өзіне адамдардың санын азайту керек деген ұсыныс беріп отқан уақыттарда тойдың қандай қажеті бар еді Астананың? Мен мүлдем бұны түсінбеймін. Бұл асығыстық, бұл басқа емес, бұл менің ойымша бір қылмыс сияқты. Ертең осының бәрі тағы да 1000-даған адамды ауруға алып келетін айдан анық. Менің ойымша билік әлі де болса тағы 1-2 күн бар да, менің ойымша тағы да ойланатын шығар деп ойлаймын. Мен бұл жерде
Алтай күлденіпті кейбіреулер жаңа не дейміз сынап жатыр да, менің ойымша қаланың әкімшілігінде тұрған ештеңе жоқ. Бұл менің ойымша биліктің шешімі сияқты. Сондықтан билік шешімін, өзінің қолындағы шешімін өзі өзгертіп, халықты осындай індет кезіндегі қажетсіз тойды менің ойымша тоқтату керек сияқты деп ойлаймын. Енді тағы бір екінші мәселе менің көзіме түскен, менің көңіл бөлген мәселем, жаңағы прокуратураның берген не істейміз, жаңағы қайта қарауы бойынша осыдан бір 3 жыл бұрын ба сотталған, 14 жылға сотталған Алматы қалалық финанс полициясының бастығы өлік ұмытпасам Аманбаев. Соны сол прокурордың ұсынысыменен ісін қайта қарап, бостандыққа шығаруға шешім қабылдаған сияқты. Осындай мәселенің мен шет жағасын көріп қалдым да. Бұл өткен жолғы біздің айтып кеткен жаңа Бергер Ысқалиевтің конфискацияға түскен дүние мүлкінің бәрін әділетсіздік деп қайталап қайтарып беру туралы шешімге бір ұқсайтындай кетіп бара жатыр. Бұл демек белгілі бір дәстүр ме, белгілі бір бағыт па, белгілі бір өзгеріс па Қазақстанның сот жүйесіндегі, прокуратура жүйесіндегі, мен бұл жағын шындығында түсіне қоймаймын. Менің ойымша осыған да бір көңіл бөлуіміз керек сияқты. Бұның себебі неде жатыр? Шындығында да әділетсіз сотталған адамдарға қайта қарап, соған әділетті түрде бағасын қайтып беріп жатса құба-құп. Мен қуаныштымын. Шындығында жаңағы финанс полициясының басшысымен өзім кездескенмін кезінде. Оның көзқарасын, пікірін өте қолдаған, былай жаман адам емес. Ол кейіннен жаңа қылмыскер қылды, бірақ ол еш уақытта мойындаған жоқ. Бергер Ысқалиевтің кешегі мәселесі тағы бұл. Бұл олигархтардың арасындағы күрестің себебі ме? Жоқ әлде бұл президент бұрынғы әділет сотталған адамдардың ісін қайта қара деген бұйрық берілді ме? Мен осыған байланысты сіздердің де пікірлеріңізді білгім келіп еді. Бұның бағыты неде? Бұның саяси бағыт па? Жоқ әлде қарапайым бұл не дейміз, соттың мәселесін қайта қарау мәселесін түсінген жоқ. Жалпы менің ойымша бірінші болып отырған оқиға емес, осындай бір сабақтастықтың жоқтығы, қылмыс пен жаза, қылмыс пен жауапкершілік арасында. Ол қылмыс болған күннің өзінде көбіне ұқсас жағдайларда шенділерге, мемлекеттік қызметтің өкілдеріне бір заң басқаша іске асып жатады. Жемқорлықтан кейін басқа да бір өткендегі мысалы айталық мемлекеттік құпияларды сыртқа сатты деген өте ауыр жазалармен сотталған жекелеген шенділер өте бірнеше жыл өткеннен кейін бостандыққа шығып жататыны. Ал әлде қайда жеңіл статьялармен қарапайым азаматтардың 5 жыл, 10 жыл ешқандай бір кешірімге, амнистияға ұшырамай отыра беретіні. Бір заң жүйесі, бірақ түрліше іске асуы әрине бұндай сот жүйесіне, бұндай құқықтық жүйеге қалайша сенім пайда болсын. Сот орындарына, прокуратураға тағысын тағы. Меніңше бұл жалпы мемлекетке, мемлекеттік ұстанымға өте бір үлкен нұқсан келтіретін жағдай. Тіпті өткен апталарда естеріңізде болса, президент бірқатар лауазым өкілдеріне сөгіс жариялаған болатын, бірақ сөгістің өзінің меніңше бүгінгі заманда бір құны кетіп бара жатқан сияқты. Бұрынғы кезде енді сөгіс жарияланатын болса, ол белгілі бір дәрежеде бір нақты шектеулерге алып келетін. Премиясын бермеу сияқты, белгілі бір мерзім бойында ол жоғары мансаптан ада болу сияқты мәселелер. Қазір енді айтылды, сол айтылған жерінде ұмытылды. Өткенде естеріңізде болса, Ақтаудың әкіміне осындай бір сөгіс жариялаған болатын, облыс әкімі тарапынан. Арада 10 күн өткеннен кейін сол сөгіс жарияланған қала әкімі облыс әкімінің орынбасары болып қайта тағайындалып шыға келді. Бұл жердегі бір сабақтастықты көріп отырған жоқпын да, сол кадрлық саясаттың жабық есік жағдайында жүргізілетіні. Ол жерде халықтық мемлекеттік мүдде бәлкім бірінші орында тұрмай, сол кландық, топтық бір мүдделер бірінші орынға шығып кететін сияқты. Осындай бір меніңше сәйкессіздіктер дейміз ба, олқылықтар, қателіктер, жүйесіздік айналып келгенде мемлекеттік қызметтің қайта мемлекеттік қызметке деген қоғамның көзқарасын, мемлекеттік қызметтің өзінің сапасына өте зор зиян келтіріп отырған жағдайлар. Өкінішке орай бірінші жағдай емес, әлде қайталануын көріп отырмыз. Сот прокуратураның Қазақстандағы тәуелсіз, өздерінің функциясын, міндеттерін заң жүзінде, конституция талаптарына сай жүретін болса, әрине мұндай жағдай болмас еді ғой.
Сондықтан меніңше дәл қазір екеуіңіз де дұрыс айтып жатсыздар, сол клан арқылы, топ аралық деп. Бәлкім кезінде Нұрсұлтан Назарбаев президент болып осы шешімдерге тікелей атсалысқан кезде біреулер сөзін өткізген шығар. Енді сол адамдар бәлкім өз сөзін Тоқаевқа барып өткізіп жатқан шығар. Сондықтан өкінішке орай осындай біз топаралық құбыжық жүйенің құрбаны болып отырмыз. Егер де жаңа Дос аға сіз айтқандай тапсырма берілді ма, сол соттардың бәрін қайта қараңдар десе, онда қайта қарайтын ең басты сол тәуелсіздік алғаннан бері мына саяси оппозицияда жүрген біраз азаматтардың істері қайта қаралу керек қой. Қазіргі таңда саяси тұтқындар бар. Мен ойлаймын, енді ол ана Арон Атабек, Макс Боқаевтардың жөні бөлек, олар енді таза азаматтық қоғам, әлеуметтік саяси қақтығыстың қасында кетті ғой. Мен ойлаймын, сол кезіндегі саяси элитада болған, басқарушы қызметтерде болған азаматтардың өзі сотталғанда да сол көп жағдайда сол топаралық, кланаралық күрестің құрбаны болып кетті. Егер де Тоқаев сондай тапсырма беріп жатса, онда елдің ішінде де, сыртта да жүрген талай азаматтар өзінің жөнінде апелляциясын жасап, ашық, жария сотта өздерінің жаңағы таза екенін дәлелдеп шығарады. Оған да келерміз. Біз енді саяси реформаны жиі айтамыз ғой, сол саяси жүйенің ішінде меніңше сол сот реформасы, яғни ешбір әкімге, министрге, ешбір президентке керек болса тәуелсіз тек қана жаңағы әділеттің сөзін сөйлейтін судьялардың да, прокурорлардың заманы келер. Мен бір ой қосайын дегенім, жаңағы коронавирусқа қатысты осы аптаның басында президент отырыс өткізді. Мен екі нәрсені түсінбедім. Біріншіден, халық соншама күтіп отырған жиында, мысалы президент үкімет екі күннен кейін өзінің тиісті пәрмен шығарады деп. Ол екі күннің айырмашылығы неде? Мынадай қиналып, халық болып абдырап қалған заманда бәлкім сондай кесімді пікір, шешуші пікір премьердің аузынан емес, президенттің аузынан шығу керек педі. Яғни сол президенттің пәрмені болып, президент осының бәрімен жеке бақылауым алам, күнделікті күніне 24 сағат осымен айналсам, халқымның қасында болам десе, бәлкім бұл іс-шараның моральдық, психологиялық астары басқаша болар еді. Екінші, жаңағы сөгістер. Ол сөгістер бір шыбын шаққан құрыл емес. Сол сөгіс жарияланды деп біреу карьерасынан айырылып жатқан жоқ. Сөгіс жарияланды деп біреу қиналып жатқан жоқ, ақталып жатқан жоқ, күңіреніп жатқан жоқ. Меніңше әлі де Тоқаев мырза толыққанды кадрларды өз қолына алмаған сияқты. Әлі де ол сол осы елдің басшысы ретінде дәл осылай ел қиналып жатқан кезде керек болса тіпті өзінің мінезін танытып, ниетін танытып, халықтың алдына тікелей эфирге шығып, жерден алып, жерге салып, әкімдерді отставкаға, министрді керек болса үкіметті отставкаға, осындай кезде қазақ айтады ғой, той туралы, Абылайдың асында шаппағанда атаң басында шабасың ба деп. Осындай кезде ел басқарып отырған азаматтар мінез танытпаса, осындай кезде өздерінің халыққа деген жанашырлығын, сүйіспеншілдігін, адалдығын көрсетпесе, қашан көрсетеді олар? Сондықтан меніңше дәл осы жағдайда жауапкершілікті премьер емес президент алу керек сияқты деп ойлаймын. Көрші Ресейді қарайықшы, әрине біз Путинді автократ ретінде сынаймыз ғой, бірақ қашан қосып қалсаң да Ресейдің телеарнасында ол тікелей тұрып алып, жаңағы премьерден бастап бәрін сілкілеп жатады. Тікелей өзінің аймақтардан алған мәліметтерімен бөлісіп, оның сөзін жоққа шығарып, сен бүйтіп істе, сөйтіп істе деп айтып жатады. Неге біз сондай қайратты, жігерлі басшы буындарын көрмейміз? Енді кешегі жиынның тағы бір несі, халықтың көңілі қалған тұсы, мына 83 мың теңгелі, 42 мың теңге төленбейді дейді. Егер де 2 аптаға карантин жарияланса, 2 аптаның ішіндегі сән салондары, шаш тараздары, базарлардың біразы, дүкендері істемесе, ол сол жерден нәпақа тауып отқан
халықтың не жазығы бар? Онда сол 2 аптаға тоқтатылса, ертең 3 апта болып жатса, жаман айтпай жақсы жоқ, оның тиісті минимумы төлену керек деп ойлаймын. Енді бәлкім мемлекеттің барша халыққа төлейтін қаржысы жоқ шығар, бірақ дәл қазір осындай кезде меніңше билік өзі тоқтатып, өзінің пәрменімен тоқтатып отқан жұмыс орындарындағы азаматтарға қаржысын төлеу керек деп ойлаймын. Ол өте принципті мәселе. Өйткені қазір өзіміз тойдан бастадық қой. Тіпті осы тойдың алдында Нұрсұлтан Назарбаевтың өзі де шығып, Қасым-Жомарт Тоқаевтың да өзі шығып, міне бүгіннен бастап біз барлық уақытша тоқтатуға тұратын іс-шараларды керек емес форумдарға емес, тіпті осы тойдың бәрін тоқтатамыз. Ана ескерткішке кеткен ақшаны біз тоқтатамыз. Осының ақшаның бәрін әрбір тиынына дейін халыққа жеткіземіз, қиналып жатқан елге жеткіземіз десе, бәлкім қазіргі таңда карантиннің кезінде қиналып қалған халықтың билікке деген көзқарасы түзеле ме деген сондай бір ойым бар. Жаңағы үлкен қылмысқа ұшыраған лауазым адамдарының қазіргі кездердегі кейбіреулеріне не дейміз, оң көзқарастың басталғанына мен өзім бір пікірімді айтқым келіп отыр да. Осындай жағдайлардың болуы әбден мүмкін, қайталап қаралады кейбір істер, ол түсінікті. Бірақ сол жаңағы Бергейдің, Ырысқалиевтің барлық конфискация жасаған, соны дәлелдеген, соны осыншама ақша ұрлағанын жасаған қаншама ондаған мамандар бар, прокурорлар бар, соттар бар. Демек, енді олардың бәрі жауапқа тартылуы керек. Кешегі жаңағы қара генерал деп, жаңағы Фемполдың бастығын 14 жылға соттаған адам, бүгін егер ол әділетсіз сот болып, жаңағы адамы жазықсыз 3 жыл отырса, соны отырғызған кем дегенде 20-30 сот, прокуратураның адамдары ертең сотталуы керек. Сонда ғана мен айтар едім де, әділетсіз сотталған екен, енді соның қайтымы келді. Соны соттаған адамдар жауапты болып, өзінің жауапкершілігін өтеуге тура келіп жатыр деп. Әйтпесе, өткен жол соттады, ойбай ол жаман адам деді, бүгін айтты, ойбай ол жақсы адам деді. Сонда белгілі бір жауапта кім ойналады? Соның әділетсіз сотында. Менің есіме анау желтоқсан оқиғасы келеді. Біз желтоқсан оқиғасынан кейін сондағы сотталған адамдар төбемізге көтереміз, халыққа қармана тағын береміз, көшелердің атын беріп жатырмыз Қайрат Рысбекке. Бірақ соны соттаған кім? Соны ұрған кім? Соларды жаңағы 100 адам соттаған адамдар кім десек, үндей алмаймыз. Олар жоқ. Аспаннан бір келген, бір Марстан келіп, біз ұрып кеткен сияқты біреулер. Демек, менің ойымша кез келген қайта қаралған істің бәрінің аяқ жағында соны жасаған адамдарға деген жауапкершілік болмаса, онда жаңағы өзіміз айтқандай, қарға қарғаның көзін шықмайды ғой. Кеше мыналардың бір тобы жеңіп еді, Назарбаевқа жақын тобанылар соттатып жіберіп еді, енді мынау келді да, оны қайталап өзгерте салды деген сияқты болады. Бұл баланың ойыны, бұл мемлекеттік саясат болмайды бұндай нәрсе. Бұндай уақыттарда тек қана әйтеуір лауазымы бар адамдар ертең 14-15 жылға сотталады екен де, ертең жымиып қайтадан шығады екен деген сияқты. Бұл уақытта халық билікке сенбейтін деңгейге жетеді. Менің ойымша осы міндетті түрде есімізде болу керек. Мен Әміржан, сенің жаңағы айтқан пікіріңді қолдаймын. Егер 2 аптаға карантин жарияласа, ең болмаса 42 мыңның жартысын берсе де, халыққа нәпақа болар еді. Себебі шындығында да осыдан кейін де қазірдің өзінде де халықтың жағдайы өте нашар. Себебі бізде 60-70% айлық пен айлықтың арасында ғана жүрген азаматтарымыз. Мен қазір ойлап отырмын, қайта мынау зейнетке шыққаныма Құдайға шүкір деп. Себебі әйтеуір зейнет кәдімгідей жаңағы не дейді, өзіңнің семьяңды емес, керек десең қыздарыңа, балдарыңа, немерелеріңе көмектесетіндей болып қалдым. Бұрын ондайым жоқты. Себебі бұрын жаңағы қыздарыңның алған ақшасы өзінің отбасына жететін еді. Қазір олар жұмыссыз қалды. Олар қысқарып қалды. Демек, оларды біз атасы мен әжесі қазір көмектесетін деңгейге жеттік. Сол уақыттарда жаңағы айтқан 20-30 мыңның өзі ол халыққа әжептәуір бір көмек болады. Менің ойымша билікте ондай мүмкіншілік бар, және сондай мүмкіншілік пайдалану керек. Енді мен тағы да бір мәселе айтып кеткім келеді. Кеше ғана ол Абай кезетке шығыпты. Бұл бір топ азаматтар Тіл Майдан деген жаңағы не дейміз, тобымызды құрып, қазақ тілін дүкендерде, тағы басқа жерлерде қолданылуын талап ететіндей акцияларды бастайын деп жатырмыз біздер қазірде. Қуат Ахмет бастаған, Оғыз Доған бар оның ішінде, біз де барымыз. Қысқасы соған байланысты кеше Оғыз Доған өзінің жаңағы пікірін айтыпты. Жаңағы
Фейсбукте осылай біз осындай нәрсе бастайын деп жатырмыз. Дүкендерде міндетті түрде қазақ тіліндегі жазуды талап етіңдер, қазақша қызмет көрсетуді талап етіңдер, болмаса оны сотқа беріңдер. Ең тамаша жолда, ең бір заңды жолы. Соны ұсынса, сол күні 1 сағат өтпей-ақ полиция кетті. Полиция ма, білмейміз, ішкі істер ма, тағы бірдемелер келіп, сіз неге митингке көтеріп жатсыз, сіз шетелдің азаматысыз ғой деп қысымға алды. Жарты сағат бойы, 1 сағат бойы. Соны мен қызық ретінде көріп шықтым, сол уақытта қызық. Бізде орыстар көп қой, орысылдар, кешіріңіздер. Біздің көтеріп отқан мәселеміз мемлекеттік тіл, бұл жерде ұлттық мәселе емес. Орыстардың да жүздеген мыңдаған бар қазақ тілін білетін. Әңгіме сол қазақ тілінің дүкендерде, қызмет көрсетуде қолданылуын талап етуге бастаған мәселені ойбай бізде басқа ұлттарда бар ғой деп келген билік ең ақымақ билік. Менің ойымша, биліктің мемлекеттік тілді дамытуға, мемлекеттік тілді қолдану аясын кеңейтуге деген көзқарасы осы жерден көрініп тұр. Сондықтан мен енді не дейміз, осы бір ренішіммен және бір жағынан осы ұсынысыммен мемлекеттік тілді барлық қызмет көрсету орталықтарында, дүкендерде әрі қарап тағы да талап етуді өзіміз қолымызға алуымыз керек, оны мәселені сотқа беруіміз керек деген мәселені мен пайдалана отырып халыққа таратайын деп отырмын. Біздің өкінішке орай уақытымыз бүгін тым қысқа болды, аяқталайын деп келе жатыр. Келесі аптада кездескенше бүгінгі біздің хабарымызға қатысқан Әміржан Қосан, Расул Жұмал және мен Дос Көшім. Аман болыңдар, ауырмаңдар. Әрқашан өздеріңді сақтай біліңдер, өздеріңді сақтағандарың бәріміз сақтағандарың.